Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі видеомда мен сіздермен өзімнің жасап жүрген өте қарапайым күшті маскамен бөліскім келіп отыр. Бұл видеоны соңына дейін көріп, масканы менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл маска қыс ауасында беті көп жарылатын кісілерге арналған, яғни құрғақ терілерге және де әжімдерден құтыла алмай жүрген кісілерге өте керемет әсер береді. Ендеше масканы бірге жасайық. Алдымен бізге масканы жасау үшін бидай ұны қажет. Кәдімгі біздің нан пісіретін, нан ашытып жүрген ұнымыз. Бидай ұнынан 1 шай қасығы бізге жеткілікті. Және де енді оның үстіне мына зәйтүн майынан 1 шай қасығын толтырып қосамыз. Міне қараңыздар, зәйтүн майы барлық дүкендерде және де дәріханаларда сатылады, өте қолжетімді. Міне қараңыздар, 1 шай қасығын қоссақ жеткілікті болып қалады. Негізі егерде қою болып қалған жағдайда тағы үстіне қосып жіберсе ештеңе етпейді. Міне енді осы екі ғана затты бір-бірімен жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырамыз. Зәйтүн майы беттегі әжімдерді кетіреді, бетті нәрлендіреді, өте бетке керекті дәруменін береді. Міне қараңыздар, 1 шай қасығы бізге жеткілікті болды. Өте керемет маска. Бұл масканың бетке ешқандай да кері әсері жоқ. Сондықтан қорықпай жасай берсеңіздер болады. Қараңыздар, өте керемет қаймақ тәріздес болды. Енді осы масканы таза бетке жағатын боламыз. Міне қараңыздар достар, өте керемет болып шықты. Және де бұл масканы 1 аптада 2 рет жасаңыздар жеткілікті болады. Жасау курсы 1 ай. 1 айдан кейін 10 күндей дем алып, ары қарай жасай берсеңіздер болады. Жасалу да өте оңай. Ешқандай да көп уақытты талап етпейді, көп заттың да қажеті жоқ. Бар болғаны 2 ғана зат. Сондықтан достар, ерінбейміз, жасаймыз. 1 жасап, 1 жасамай бұл істеуге болмайды. 1 жасағаннан кейін тастамай жасау қажет. Әсіресе мына масканы күн суықта жасағаныңыз өте күшті болады. Маскадан кейін далаға шығуға болмайды. Масканың кері әсері кетуі мүмкін. Яғни егерде маскадан кейін далаға күнге шығып кетсеңіз, онда бетіңізге жаңағы майда нүктелер шығып кетуі мүмкін, безеу шығып кетуі мүмкін, болмаса дақтар шығып кетуі мүмкін. Сондықтан масканы негізі ұйықтар алдында жасаған дұрыс. Себебі түнде адамның беті демалады, маска жақсы сіңеді. Міне қараңыздар достар, масканы түгел жағып болдым. Міне қараңыздар, көзімнің айналасына да жақтым, өйткені бұл маскада ешқандай зиянды қоспа жоқ. Көптен бері өзімде маска жасамай кеттім. Мен осы маскалардың арқасында бетіме ешқашанда безеу, қарадақ шықпайды. Өйткені осы маскалардың әсері деп білемін. Масканы бетімізде 15 минут ұстаймыз, және де 15 минуттан кейін бетімізді жылы сумен жуып тастаймыз. Міне достар, мен маскадан кейін бетімді жылы сумен жуып тастадым. Маскадан кейін бетім өте жұмсақ болып қалды. Қараңыздаршы, сәбидің бетіндей. Терілерім өте ұстағанда енді сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Себебі оны сезіну үшін бірінші масканы жасап көру керек. Қараңыздар, бір әжім жоқ. Өте керемет маска достар. Жасап көріңіздер, бетіңіз өте керемет болып қалады. Бұл маска өте қарапайым болғандықтан бет терісіне ешқандай да әсері жоқ. Сондықтан қорықпай жасап көрсеңіздер болады достар. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Достар, алдағы уақытта мен сіздермен өте бұдан да керемет маскалармен бөлісетін боламын. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де масканы жасап көрген болсаңыздар, комментарийға бөлісіп кетіңіздер достар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Сау болыңыздар.